Ассалаумалейкум. Қалайсыз? Амансыз ба? Жағдайыңыз қалай? Так, проверка. Аха, шығыңыз. Өзбекстан азаматысыз ба? Өзбексің ба? Аха, шығыңыз. Шығыңыз. Документіңіз бар ма? Документіңіз бар ма? Просрочка емес ба? Ха? Документ жоқ па? Бар. Аха. Қай жақтың тумасыз? Өзбекстанның өзінен ба? Аха. Брат, азы мен есім Самат, брат. Алла разы болсын, жұмыс істегеніңізге Аллах тағала береке берсін. 8 март келе жатыр, брат. 10 000 теңге берем, болмаса коробканы аласыз. Қайсысы? $10 000 теңге коробка. Қайсысы? Не үшін? Жай 8 мартта анаңызға апарып бересіз. 10 000 теңге алсаңыз да, коробканы алсаңыз да. Коробка аласыз ба? Точно. Әлде ойлаңыз, өкім қалмайсыз. Жоқ, ақша табылады. Ақша табылады. Маңыз, ұстаңыз. Ішін ашып көрсеңіз де болады. Мынау сіздің анаңызға сыйлық апарып беріңіз. Ақша емес, сыйлығы апарып беріңіз. 8 март жақындап жатыр. Көп емес, алыңыз. Анаңызға сыйлық алыңыз. Қалай болады, братан? Қойсаңызшы, братан. Көп аз 2 мың ақшамыз ба? Жоқ, айтып ма, Аллах тағала береке берсін, анаңызға апарып беріңіз. Сонау Өзбекстаннан Астанаға келіп жұмыс істеу, ол жүрек керек та, бір мемлекеттен бір мемлекетке барып жұмыс істеу. Аллах тағала береке берсін, анаңыз ауырмасын. Рахмет. Қанша жыл болды Астанада жұмыс істегеніңізге? 2 жыл. 2 жыл болды. Бұрын да бір келген. Ал қазір үйіңізге бармай, 1 жыл болды ма сонда үйге бармай осы Астанада? Үйге әйелім осында, папам, мамам барып көріп келеді. 4 ай, 5 айда, 3 айда барып, кішкене демалып келеді. Есіміңіз? Ибрахим. Ой, мықты, керемет есім екен. Білмеймін, мен қазір ойнап тұрмын, не алайын екен деп. Пока мамаға бірден керек емес қой, баласы керек қой. Білмеймін, әлі ойындаған жоқ. Әйелім білен сөйлесем, әйелім бірденге айтатын шығар. Сестренкам бар, сестренкам сөйлесем. Көреміз, Құдай қалса. Менде бір қызым бар. Бір әйелім, бір қызым бар. Все, братан, жақсы онда. Аллах тағала береке берсін. Өзбек, қырғыз бір туған. Нацияға бөлінбейік. Аллах тағала береке берсін. Жақсы, аман болыңыз. Я, достар, міндетті түрде маған тіркеліп кетіңіздер. Және төменде Каспий Голдтың номері бар. 8 наурызға арнап, давайте көптеген адамдарға бір көмектесіп жіберейік. Сыйлық болса сыйлығымен, қаржылай болса қаржылай. Аллах тағала береке берсін баршаларыңызға. Тіркелген жандарға рахмет. Видеоны лайк басып, міндетті түрде видеомен бөлісіп отырайық. Аман болыңыздар.